Майкл Джексон өзінің қара терісі болған кезде ештеңеге қол жеткізе алмайтындығына сенімді болды. Ол сахнаға алғаш шыққан кезде қара нәсілділер қысымға ұшырады және қорланды. Сондықтан әнші терінің түсін ақ түске ауыстыруды шешті және көптеген пластикалық операцияларды жасады. Бұл Майкл Джексон туралы ең мифтердің бірі. Шынында да ол үнемі дәрігерлердің бақылауында болды және бірнеше рет хирургтың пышағының астына түсті. Бірақ бұның себебі қоғамдық пікірде мүлдем болмады. 90-шы жылдардың басында Майкл Джексонның неліктен терінің түсін өзгерту туралы шешім қабылдағаны белгілі болды. Поп музыканың патшасы аутоиммунды ауруымен ауырды. Ол дереу сирек кездесетін витилиго деп атайды. 80-ші жылдардың басында әншінің терісінің түсі орташа қоңыр деп анықталуы мүмкін еді. Бірақ бірнеше жылдан кейін реңктің өзгеруі көзге түсе бастады. Сол кезде дерматолог Арнольд Клен Джексонға қорқынышты диагноз қойды. Ауру терідегі ақ дақтардың пайда болуына, сондай-ақ эпидермистің ультрафиолетке сезімталдығының жоғарылауына келді. 1980-ші жылдардың басында Майклдың салмағы аз болатын. Ол өмір бойы қатал диетаны ұстанды. Іс жүзінде аштықтан, қоректік заттардың жетіспеушілігінен оған салмақ жиналмайтын. Сол кесірден ол өте шуланшақ болатын. Журналистер мен тілек білдірушілер әншінің суперфекционизмде өзіне үнемі қанағаттанбауында және сыртқы келбетін барабар бағалай алмауында көрінетін психикалық ауытқуларынан күдіктене бастады. Бір-екі таблоидтық жаңалықтар терінің әдейі өзгеру туралы қауесеттің тамыр жаюына қолайлы негіз болды. Шындығында Майкл Джексонның қалауына қарамастан терісінің түсі өзгеріп кетті. Медицинада спонтанды депигментация деп аталады. Сонымен қатар көлеңке біркелкі емес, дақтарға өзгерді. Аурудың салдарының бет пішіні өзгере бастады. Тауарлы келбетті сақтау үшін әнші бетіне қайта ота жасатты. Көбінесе поппутқа 3-4 сағат бойы киім-кешек бөлмесінде маманың бетін макияжмен қаптағанын күтуге тура келді. Дақтарды жасыру оңай болған жоқ, бірақ көбінесе мұны жасау мүмкін болды. 1993 жылы 10 ақпанда баспасөз конференциясында Майкл Джексон әлемге таңқаларлық мінез-құлық пен ерекше көріністің себебін түсіндірді. Ол витилигоның алғашқы белгілерін 70-ші жылдардың ортасында байқады. Ол кезде ғалымдар мен дәрігерлер бұл ауру туралы тым аз білетін, өзгерістерді өзгертуге немесе витилиго емдеуге ешқандай мүмкіндік болмады. Джексон сияқты қоғамдық адам үшін шешудің жалғыз әдісі бұл дақтарды макияж бен маска жасау. Майкл осы фактке назар аударғанына ашуланды. Ол неге өз терісін күңгіртетіп миллиондаған адамдарды ешкім талқыламайды деп ойлады. Бірақ олар оның терісі неге өзгеріп кеткен сұрақтар қойылады. Сондай-ақ әнші ешқашан ақ түске ұмтылмағанын немесе тырыспайтынын түсіндірді. Ол күрделі генетикалық ауруды басқара алмады. Сондықтан алдымен ақ дақтарды жасыруға тырысты. Бірақ содан кейін олар соншалықты үлкен болды. Сондықтан терінің жалпы тонусын жарық жерлерде дәлдеу керек болды. Сол 1993 жылы Джексонның дерматологы, 1986 жылы поп музыка короліне шынымен де витилиго мен лупус диагнозын қойып дәрі-дәрмек тағайындағанын ант етті. Майкл Джексон күткен өнім құрамында монобензон гидрохинон деп аталатын қосылыс бар. Бұл тұрақты әсер ететін жеткілікті күшті құрал. Бұл пигментті кетіретін кәдімгі ағартқыш кремдерден осылай ерекшеленеді. Дені сау адамдар үшін кремдерде кәдімгі гидрохинон бар, ол уақытша әсер етеді. Майкл оның отбасында витилигодан зардап шеккен жалғыз адам емес. 1993 жылы ақпанда ол Опра Уинфриге сұхбат берді. Онда ол ауру ұрпақтан ұрпаққа аталық жағынан жұғады. Бірақ бәрінде бірдей бола бермейді. Әнші өзінің афроамерикалық мәдениетке жататынын әрдайым мақтан тұтатынын баса айтты. Бірнеше жыл бұрын Майклдың үлкен ұлы да витилигомен ауыратыны анықталды.